Осы болған үрейлі жағдай коронавирус кезінде орын алды. Бәріміз білеміз, сол кезде барлық оқушылар сабақты онлайн түрде оқыған болатын. Сонымен кезекті сабақ күні басталды. Мен болсам ноутбук арқылы сабаққа кірдім. Сыныптастарымның бәрі отыр екен. Ал апай болса қазақ хандығы туралы айтып жатыр. Мен досым Бекаға қарадым, және Бека досымның түрі біреуден қорқып тұрған секілді. Елес көргенде бір орында қатып қалды. Осылай отырғанда біреу маған хабарлама жіберді. Сөйтсем бұл Бека екен. Сен де оны көріп тұрсың ба? Пістегілге қарашы, деп жазып жіберіпті. Мен түсінбедім, сондықтан пістегілге қарадым. Сөйтсем, оның артында ағашқа ұқсайтын, өте арық әрі денесі қисық бір мақұлық тұр. Дене пішіні адамға ұқсағанымен, сыртқы келбеті өте үрейлі екен. Бір қызығы, ешкім оған назар аударып тұрған жоқ. Тіпті пістегілде байқамай тұр. Бірақ мен және Бека досым екеуміз көріп тұрмыз. Бұл қалайша? Тек екеумізге ғана көрініп тұрма сонда? Ей, сен екеуің не істеп отырсыңдар? Қане сабаққа оралыңдар. Бека, телефоныңды таста. Біз апайға алаңдап қалдық та, құбыжықты көзімізден жіберіп алдық. Кенет қайта қарасақ, ол енді жоқ. Пістегілдің артында тұрған секілді еді. Мүмкін жай ғана бізге көрінді ме екен? Бір жағынан осылай ойландым, бірақ ол құбыжық қайта оралды. Негізі алдағы 5 минутта ол құбыжықты көрмедім, еш жерден таппадым. Бірақ 5 минут өткеннен кейін бұл жолы ол Қалдыбай дейтін сыныптасымыздың артынан пайда болды. Менен қарағанда, Бека досым өте қатты үрейленіп отыр. Ол мен көрмейтін нәрсені көріп тұрған секілді. Кейін әлгі мақұлық әр сыныптасымның қасына барды. Шынымен оның келбетін тек біз екеуміз көріп тұрған секілдіміз. Мына құбыжық әр сыныптасымның үйіне барып жатыр. Маған да келе ме сонда? Немесе Бекаға? Кейін ол тағы жоғалып кетті. Мен қорқа бастадым. Және ең үрейлісі, ол құбыжық менің қасыма келген жоқ. Егерде ол менің қасыма келсе ше, сол кезде не істеймін? Ал Беканың түрі одан сайын үрейлі болып кеткен. Және ол тек маған қарап тұрған секілді. Бека маған кенет шұғыл хабарлама жіберді. Бұл жып-жылы көктем мезгілі, және бұл үрейлі оқиға мектептен басталды. Екі дос мектеп дәлізінде отырып, сабақтан кейін не істейміз деп ақылдасып отырды. Айтпақшы досым, менде не бар екен қараш? Не ол? Қайсы көрсетші? Қорқынышты фильмді көруге арналған құрылғы. Сен үрейлі фильмдерді жақсы көретін едің ғой. Осыны саған берейін, үйіңе барып көр. Бірақ түнде әрі қараңғыда көретін бол. Мен негізі өзім көрмедім. Сен бірінші көрсін деп саған бірінші ұсынып тұрмын. Рахмет бауырым. Үйге барған соң не істеймін деп уайымдап тұрған едім. Міндетті түрде көремін. Кешкі сағат 21:00. Және Нурик қорқынышты фильмді көрейін деп жатыр. Бірақ бұл фильм қосылмай, біраз уақыт бойы тұрып қалды. Кенет теледидар алдында бір мыстанға ұқсайтын біртүрлі әйел пайда болды. Оның бір емес, екі тілі бар екен. Тістері жоқ. Дәл жылан секілді. Нурик болса түсінбей қалды. Бірақ ол мыстанға қарап отыра берді. Себебі көзін одан алатын болса, бірдеңе болатын секілді. Сондықтан
осы мысанға қарап отыра берді. Бұл жағдай анасы бөлмеге кірмейінше жалғасты. Және анасы түнде қорқынышты фильмдер көруге болмайды деп ескертіп, тағам ішуге жүр деді. Нурик негізі бұл фильмді өшіріп тастағысы келді. Бірақ бір нәрсе оған өшірме деп ескертіп тұрғандай. Бірақ сонда да Нурик фильмді өшіріп тастайды. Бұл келесі күн. Және Бека мен Нурик далаға ойнауға шықты. Және ертесі күні Нурик бұл фильмді Бека досына қайта қайтарып берді. Қалай екен фильм, ұнады ма? Қой құрсын, маған қандай фильм бергенсің өзі? Теледидар бетінде тек бір мыстан секілді әйел адам тұрады, болды. Кешір бауырым, бірақ мен білмедім. Маған сатқан адамда бір түрлі әйел болатын. Ол сатушы әйелдің де түрі бір түрлі болған еді маған. Жақсы, онда мен үйге кеттім. Түнде болып қалды. Анам үйге шақыратын секілді қазір. Жақсы, онда мен де кеттім. Осылай екі дос бір-бірімен қош айтысады. Және мына көрініс орын алды. Және Нурик үйінің алдына жақындап, анасының мүлдем өзінің анасы емес екенін түсінді. Науқастың қалай өзі? Бұған не болған? Көлік апатына ұшыраған бұл. Содан кейін ауыр халде осы жерге жеткізілді. Енді не істейміз бұны? Осы алдарыңызда көріп отырған адам Қалдыбай деп аталады. Және ол көлік апатына түсті. Дәрігер, енді не істейміз? Науқастың жағдайы қиындап бара жатыр. Бізге дәл қазір ота жасау керек. Негізі өмірі 50-50. Тірі қалуы мүмкін бе білмеймін. Қалдыбай есімді жігіт ертесі күні бірден ұйқысынан оянып кетті. Ол жазылып кеткен секілді. Және Қалдыбай медбикелерді шақырды, бірақ ешкім оған келмеді. Сондықтан Қалдыбай аурухананың ішіне шығатын болды. Басы дәлізіне шықты. Және де бір қызығы, аурухананың іші қап-қараңғы. Не үшін бұлай? Және бір жағынан аурухананың іші шашылып жатқандай. Бірдеңе орын алды ма түнде? Бірақ не болса да Қалдыбай медбикелерді іздеу мақсатында алға қарай жүре берді. Және де барлық бөлмелерді қарап шығады. Бірақ бөлмелерде ешкім жоқ. Бұл ауруханада Қалдыбай жалғыз өзі жүріп жүрген секілді. Қалдыбай осылай келе жатып, бір сап-салқын бөлмені көрді. Сөйтсе бұл мәйіт сақтайтын жер екен. Осылай ішіне кіреді. Және мына сұмдықты көрді. Дәл өзіне ұқсас мәйіт. Немесе бұл өзі, бірақ өлі күйінде жатыр. Қалай ойлайсыз, дәрігер, бұл науқасты аман алып қалуға бола ма? Жоқ, негізі жағдайы өте ауыр. Қазір отадан тірі қалмауы мүмкін. Осы болған үрейлі жағдай екі құрбының басынан орын алған болатын. Олар осы күні кереметтей табиғат аясына саяхатқа шығып бара жатқан еді. Көліктермен осылай кетіп бара жатып, Пүстегіл есімді қыз алдында тұрған бір тасталған ғимаратты көреді. Сондықтан екеуі осы ғимараттың ішіне бір қызық болу үшін қызық мақсатында ішіне кіре кетеді. Сөйтіп екі құрбы ғимарат қасына жақындап, ішіне кіреді де, ең басты бөлменің ішіне кіріп кетеді.
Осылай ішіне кірген кезде бір қызық нәрсені байқады, себебі ішінде жарық жанып тұр. Яғни бұның ішінде, бұл ғимараттың ішінде біреу бар секілді. Бірақ дәлізі өте қап-қараңғы екен. Ал әжетхананың жарығы жанып тұр. Бұл қалай сонда? Содан кейін Пістігүлдің құрбысы әжетханаға кіріп алайын деп ішіне кіріп кетеді. Пістігүл осылай тұрған кезде алдындағы бір жабық бөлмеден біреудің сыртқа шыққысы келіп тұрғанын естиді. Есікті қатты қағып, есікті сындырып тастағысы келіп тұрғандай. Бұның ішінде тұрған кім? Пістігүл қатты қорқып кетті. Және құрбысына түсіндіреді. Мынаның ішінде біреу бар, бөлменің ішіне біреу шыққысы келіп тұр. Бұл кім деп қатты қорқып кетеді екеуі де. Осылай қатты айқайлаған күйде осы ғимараттың ішіне шығып кетеді және бір бөлмеге тап болады. Сөйтсе, бір күзетші апай отыр. Демек бұл ғимаратта адамдар жұмыс істейді. Бірақ ғимараттың сырты тасталып кеткен өте ескі екен. Әй қыздар, сендер неғып жүрсіңдер? Апай, сіз осы ғимараттың ішінде жалғыз өзіңіз отырсыз ба? Иә, жалғыз өзім отырмын, не болды? Мына ғимараттың ішінде сізден бөлек тағы бір басқа біреу бар. Сіз оны естідіңіз бе? Әй, білмеймін, бұл ғимаратта тек өзім ғана отырмын. Бірақ сонда да ғимараттың ішінде біреу бар секілді. Бұл кім сонда? Қыздар қатты қорықты, және де бұл жерге енді келмейтін болды.